Қазақстандық екінші Грэмми бұйырса сенікі болады. Наоборот, немен жұмыс істесе, оларға портфолио секілді болып қалды да. Өзің бірталай біздің өнерпаздармен жұмыс істедің. Мүлдем жауап қайтармайды. Бірақ көңілің қалған кездерде болған екен. Вот Садрадин менеджер там женщина была. Қазбек Құрайш қазір өте қатты жүр. Иманбек танымал болып, Грэмми алған кезде біздің халық артисі Роза Рымбаеваның бір айтқан сөзі бар еді ғой. Да, это уже принципиально. Бит деген нәрсе ол тек основасы. Бам-бам-бам. Ал мектептің әкімшілігі қолдайды. Кейін мен тыйым салдым. Бірнеше Грэмми бар артистер, солармен уже жұмыс жасап жатырмыз. Баршаңызға сәлем, Абылайхан Өмірбай YouTube арнасында жаңа сұхбат. Бізді сағынған боларсыздар. Сіздерге бүгін біз ерекше форматтағы сұхбатты ұсынғымыз келіп отыр. Абылайхан Өмірбай YouTube арнасының кезекті қонағы, танымал битмейкер, әуелі ұстаз, биология пәнінен сабақ беретін, ауылдан шыққан қарапайым азамат Ерғанат Садуханов. Баршаңызға сәлем. Қош келдіңіз. Қош келдік, қош көрдік. Енді замандас болғаннан кейін сіз демей-ақ сен деп әрине. сырласа берейік. Жақсы. Ерғанатты біз Астанада кездестіріп, сұхбаттасайық деп келістік. Өте қуаныштымыз сұхбатқа келіскеніңізге. Енді Ерғанаттың бізге айтар біраз ақпараты, мағлұматы бар екен. Өздеріңіз білесіздер, қадірлі көрермен. Жақында ғана Ерғанат танымал америкалық рэп орындаушысы дейік, Ники Минаждың саунд продюсері атанды. Құтты болсын дегіміз келеді. Рахмет, королева хип-хопа дейді. Королева хип-хопа. Оның алдында Ерғанат енді танымал шетелдік әншілермен, Розалиямен, Лизамен, Дуалипа, Анита. Енді оның ішінде қазақстандық әншілер де бар. Оған қазір кейінірек тоқталамыз. Жалпы өзіңіздің көңіл күйіңіз қалай? Бәрі күшті ме? Жақсы, осы Астанаға келдік. Суық қала екен, енді бүгін ерекше бір ауа райы болып тұр, бірақ енді бізде у нас все жарко на подкасте. Бастысы біздің көңіліміз түзу. Ең бастысы. Енді Ерғанат, жақында Ники Минаждың саунд продюсері атанды. Бақ жарыса жазды. Әлеуметтік желілерді қарасақ, сенің суретің, Ники Минаждың суреті. Кейбір оқырмандар, жалпы біздің азаматтар түсінбей жатыр, Ники Минаж деген кім, ол қалай жұмыс істеп жатыр. Өзің енді толығырақ айтып берсең, қалай басталды бұның бәрі? Ники Минаж деген жай басынан бастайын енді. Мен осы битмейкерство дейді ғой, әуен жазумен үлкен жұлдыздарға, артистерге әуен жазам. Енді көбі ол сфераны білмейді ғой. Ол не нәрсе бит деген, мен ауылдағы кісілер, үлкен кісілер даже құттықтайды, бауыр молодец, телевизордан көріп жатырмыз, бәр жерден, әлеуметтік жерден шығып жатсыз, бірақ ол немене бит деген деп сөйтіп сұрайды. Енді ол нормальный нәрсе, не білмесе. Сол бір культураны, наверное, Иманбек деген, білеміз ғой, продюсерде, қазақстанский. Иманбектен кейін мен екінші сол жаңалықтарға шыққан битмейкердің сияқтымын да. Осы оған дейін көп жерде естімеген. Сол әуен жазумен айналысам, басында енді өз жолымды бастаған кезде 2015 жылы студенттік кезде әуен жазып үйреніп бастаған кезде бұл көбі білмейтін бір зат болды. 2000 теңгеге, 3000 теңгеге сатып күн көріп сөйткен болатынбыз. Сол кезде өзімнің бір кумирларым болған, осы қазақстандық артистер көбі білмейді, енді бір локальный известный дейді ғой сонда. Солармен жұмыс істесем, маған ол бір потолок болып тұратын, уже жетеді деп. Сөйтсем ол жолының ең басы екен ол. Қазір енді үлкен жұлдыздармен бірнеше Грэмми бар артистер. Солармен уже жұмыс жасап жатырмыз. Әлі күнге шейін де өтіп жатыр. Енді ақырғы проектім осы жаңағы Ники Минаж. ақш-тағы ең бір үлкен жұлдыздардың бірі. Мама хип-хопа дейді. Өте танымал. Сол кісінің үлкен альбомы шығу керек, осы желтоқсан айының аяғына дейін шығу керек болады. Соны өзіміз тосып жатырмыз. Керемет. Енді Ерғанат, мынандай мәселе, жаңа өзің Иманбек туралы айтып өттің. Негізі Иманбекті танысың ба өзің? Интересный факт. 2019 жылы Иманбек енді әлі ешкімге әйгілі болмаған кезде ол маған Инстаграмда жазған екен. Қарасаң 4-5 нәрсе жіберген, өзінің әуендерін жіберген, зацени деп. Сонымен кім бұл деп қарамағам сол кезде. Кейіннен ол уже Грэмми алған кезде жаңағы чатқа кірсем сол нелер тұрды.
содан кейін құттықтап жүргенмін, ол рахмет деп содан бері араласып кеттік, жақсы араласамыз. Яғни байланыстарың бар. Байланыста, иә. Өте қарапайым жігіт. Екеуің бір-бірлеріңе жұмыстарыңды жіберіп былай бағалап жіберші деп айтып тұрасыңдар ма, ақыл кеңес сұрап? Ақыл кеңес сұрау емес, жіберіп тұрамыз, иә. Ол да маған жібереді, онан сен жазыпсың ғой, оказывается, классно вышло деп сөйтіп. Яғни қазақстандық екінші Грэмми бұйырса сенікі болады. Бұйырса деп отырмыз енді. Иә. Мәселе Иманбек ол кезде ремикс жазды ғой. Грэммиде сондай бір өзінің раздел бар, ремикс года деген, содан алып отыр. Енді продюсер года деген бар ма екен, білмейді екен Грэммиде. Түсінікті. Ендігі кезекте мен сұрағым келетіні, шетелдік танымал әншілер, рэп орындаушылар болсын, иә, жаңағы поп-певица. Иә, поп-певица дейміз, жалпы Ники Минаждың командасы болсын, осындай алпауыт елдегі танымал әртістер саған қалай шығады байланысқа? Оның енді бірнеше жолдары бар. Біз битмейкерлер бәріміз, егер ол енді осы жұмыспен серьезно айналысса, үлкен сайттарға салады жұмыстарын. Мен енді бәріміз білеміз, ВК деген, ВКонтакте солған салып жүрген болатын, Телеграм, енді қазір beatstars.com деген үлкен сайт бар, ол жерде әлем бойынша жаңағы адамдар қарап жұмыстарды сатып алып отырады. Сол кезде осы жылдың наурызында, наурызда алған болатын, $500 тұрған болатын, сол жерде $500 ол стандартный баға. Енді мен білмеймін ғой қандай жұлдыз алады, оны жай қарапайым әртістерді алады. Сол баға тұрған, бір кезде қарасам уведомление келеді, продажа. Сосын жақсы деп қуанып жүрген кезде ол уже чатқа шығады, жаңа командасы Dua Lipa Management деген, сол чатпен сөйлесіп, здравствуйте, так, біз сіздің неңізді алдық, альбомға шығаратын болдық деп. Одан кейін сол өлең шықты, одан кейін сол Radical Optimism деген альбом ғой. Сонда именно Illusionға оны бірінші шығып шығарды, одан кейін соған клип түседі. Сол бір знаковый өлең сияқты да. Енді қазір сол Dua Lipa сол өлеңмен әлемдік турда жүр. Енді қазір Royal Liberty Hall деген Лондонда үлкен зал бар, оперный. Осы 2-3 күн бұрын ғана сол өлеңді мұнан үлкен жаңағындай оркестрмен сол өлеңді айтып отыр да. Қызық ощущение ананы қараған кезде, үйде, ауылда жасап отқан нәрсең сенің қазір ана жерде Таймс-скверда сол тоже сол өлеңді. Өзім Таймс-скверда болған жоқпын, бірақ өлеңді Таймс-скверда жүрдім. Қандай керемет сезім. Иә, енді Уэмбли деген стадион білеміз, оның сол жерде қателеспесем 170 мың адам сияды екен, или чуть меньше 150 ма солай. Сол концертке 15 минутта билет бәрі өтіп кетті. Енді сол Illusion'да 170 мың адам тыңдаса сол жерде, ол енді бөлек сезім. Керемет. Енді олардың компаниялар, яғни жаңағы танымал әртістердің пиар менеджерлары болсын, жалпы командасы саған байланысқа шығады, сатып алады. Кейін бірақ сен биттарыңның бағасын көтердің, иә? Иә, көтеруге тура келді енді. Во-первых, бұрын біз әртістермен жұмыс істесек, біз өзімізге не жинаймыз ғой? Портфолио сияқты, үлкен-үлкен. Енді олар наоборот немен жұмыс істесе, оларға портфолио секілді болып қалды да. Мысалы, енді Иманбекпен бір Астананың бір енді бастап жүрген адам Иманбекпен жұмыс істесе, әрине оған үлкен не, сол сияқты. Сол үшін де баға көтерілді. Бірақ енді мен бәр жерде айтам, қарапайым енді жолын басып келе жатқан адамдарға да оған енді сен отырмайсың ғой 5 миллион, 10 миллион деп оған енді аз өз бағасын айтасың. Яғни келісімшарт негізінде жұмыс істеуге болады. Иә, әрине, договорная ғой бәрі. Негізінде бүгінгі таңда тегінде бере салатын кездер болады. Егер өзім тыңдайтын кумирларым болса, конечно, деп на отношениях. Иә. Ол тіпті жақсы әрине. Ал енді қазіргі таңда кімдермен құпия болмаса келісімшарт жүргізіліп жатыр, немесе келіссөздер болып жатыр? Енді қазір Ники Минаж шықса, одан кейін енді қазақстандық артистер бар, Джак Калиб мысалы, енді қол келісімшартқа отырған болатынбыз. Қателеспесем 4 әуен алған, 2 әуен алған. Я 2 алды, 2-ін енді шоны тосып отырмын қашан шығады. Бірақ енді бағасын қашан шығатынын оның бәрін енді по договору өкінішке орай. Жақсы, келісімшарт негізінде айтуға болмайды. Жақсы, иә. Енді біз шетелдік әншілер туралы айтып отырмыз, иә. Бірақ одан бұрын негізінде сен қазақстандық, жалпы анау ТМД елдеріне танымал біраз әртіспен жұмыс істедің. Олардың қатарында кімдер бар? Және олардың қандай әндерінде сенің биттарың пайдаланылған?
енді 2019 жылы ғой менде знаковый дейді ғой, ең бірінші шетелге шыққан артистердің бірі ол Фараон деген орыс, білеміз, российский певец Фараон. Соның без нет правил деген альбомында шыққан болатын, без ключа деген өлең. Ол енді сол альбомның ең тыңдалымы көп өлең болып шықты сол өлең. Одан кейін Манила Грей деген Канададан дуэт бар. Ол енді локально известный, бірақ енді мен оны қатты тыңдайтынмын да, сол жазған кезде прям қуаныш болды. Одан кейін Анита, ол бразилиялық, осы жылы Video Music Awards деген үлкен не болды, церемония. Сол жерде ең үздік Латын Америкасының әншісін атағын алды. Енді қазірде Weekend дейді үлкен артистер бар, солармен коллаб шығып жатыр да, сол Анита. Одан кейін ақштан Lil TJ деген тоже бар. Вот бір жыл бұрын ровно осы желтоқсан айында шыққан болды сол өлең. Last Christmas деген өлең бар ғой, соны өзгертіп, Last Christmas, соны алып өзгертіп, сэмпл дейді, оны сэмплирование деген нәрсе, ол ұрлау емес, ол битмейкерствоның основасы негізінде сол. Сэмпл жасаймыз, өзгертеміз, бірдеңкесін қосамыз, алып тастаймыз, соны сөйтіп шыққан болатын. Одан кейін Дуа Липа, Розалия просто инстаграмда жаза салған болатын сол кезде. Розалия сол Лиза деген Blackpink деген карс тобы бар ғой, солармен бірге шықты өлең New Woman деген. Ол енді қазір енді үлкен рекордтар жасап жатыр тыңдалым бойынша, миллиард уже, по-моему, есть. Клипі да шықты. Мен айтып отырмын ғой, мен жазған өлеңдер почему-то всегда клип шыққан екен, күшті сол. Ең жақсы сезім. Клип шыққан. Сосын үйде әке-шешемен отырып қарап отырамыз, мына жерін не істеген, ана жерін не істеген. Күшті. Ал қазақстандық әншілер? Қазақстандық Мөлдір Есенбек ең бірінші. Сеймо дейді ғой. Сеймомен шықты 2019 жылы. Одан кейін Делакур, қазір бәр жерде тоже енді қазір өзінің бір пикіне шықты ғой. Дәл солай дегендерін бәрі тыңдап жүрді. Вирусный өлең болып кетті. Вирусный, тиктокта тану. Иә, Делакур өте қарапайым жігіт. Жақсы араласамыз. Делакурмен шықты. Енді қазір Жақ Калип, Жақ Калип сейчас, да. Ирина Қайратовна да, Маркленов Азамат. Мен ауылдаспыз екенбіз, бір ауылдамыз. Сол кісімен де ол өзіне Алматыға шақырды. Бақтияр жаңағы Жақ Калип шақырып студиясында болып, енді үлкен опыты, үлкен ғой енді ол кісілердің опытный артистер. 1-2 сағат отырып музыканың теориясы шығарған айтты да. Мынаның қателіктер бар екен, мынадан сенің плюстарың бар екен деген сияқты сондай енді білім нәрін өзіме прям алып үйге келіп сол кезде қатты не болған. Кім бар еще? Балжан Бидаш. Вот қазір сонымен енді эстрададан Сәкен ағамыз, Сәкен Майғазиев, Роман Майғазиев бауыры эстрададан жазып жатыр. Көп. Кентау Назарбеков деген кісіні білсеңіз, тоже біздің ауылдас. Енді ол бірақ менің бағытым емес, енді бірақ стараюсь как-то. Олардың барлығы өзіңмен жұмыс істегісі келеді. Иә. Және де жаңа бір туындылар шығарайық деп ұсыныс тастап жатыр, иә? Бірақ Жақ Калиппен жұмыс істеп жатқаныңды білеміз. Ал мысалы Сәкен Майғазиев сияқты енді эстрада жұлдыздармен әзірге қай бағытта жұмыс істеу жоспарда? Әлде ол жай келісімшарт негізінде ма, әлде ұсыныс негізінде қалып жатыр? Келісімшарт пока жоқ, ұсыныс қой. Қателеспесем осы жылы 50 жасым деді. Соған үлкен концерт жасаймын деп жатыр. Ол кісі қазір заманауи бағытқа біраз бас бұрыпты ғой, бет бұрыпты. И сомен жасайық деп отырмыз енді. Мен оған варианттар жіберіп отырамын. Ол айтады, так, жақсы, бірақ чуть-чуть не то. Тағы да деген сияқты. Енді қолым бос кезде сөйтіп істеймін, а так на всех меня не хватит. Иә. Ақыры енді біз қазақ эстрадасы, жалпы қазақ әншілері жайлы, қазақстандық әншілер жайлы айтып жатырмыз ғой. Негізінде осыған дейін де шетелдік әншілермен жұмыс істемес бұрында өзің бірталай біздің өнерпаздармен жұмыс істедің. Бірақ көңілің қалған кездерде болған екен. Сол туралы айтып өтсең. Иә, болды. Ой, көп болды. Енді орысша айтқанда Кидалова дейді ғой, сондай да болды. Мысалы, үлкен лейбл бар, Союз деген, Союз Music. Соның бір Жаназ деген әртісі бар екен. Мен негізінде былай, маған жаңағы несін ақшасын аударады, потом мен жіберемін файлды. Ол каким-то образом екеуміз былай басымды айналдырар жерде мен оған бүйтіп жүріп қойдым, одан кейін ол жоқ болып кетті сол еді. Ондай үйлерде болады, то есть ақшасын төлемей блокировать етіп, там копейки было тогда, соны үлкен лейблдің кісілері сөйтіп істеген біртүрлі. Одан кейін
бар артистер, үлкен артистер тоже осыған дейін енді атым шықпай тұрған кезде жазасын. Енді ол нормальная практика, когда битмейкерлер әншілерге жазады, почталарына жазады, әлеуметтік желілеріне жазады, менеджерларына жазады. Вот менде осындай нелерім бар, ұсынайын деп едім деген сияқты. Сол кезде менеджерлар болады, мүлдем жауап қайтармайды, или менсінбей болып сөйлеседі ғой, сондайлар да болады. Кімдерін мысалы айтайықшы? Вот Садрадин менеджер, там женщина была. Атын ұмытып қалдым, енді ол баяғыда болған. Сол кезде жіберген кезде вообще жауапсыз қалды. Мен сияқтылар көп шығар жазатын, сөйтіп просьбамен. Енді ол просьбада емес негізінде. Ол ұсыныс. Ұсыныс, иә. Тым болмағанда олар жұмыс істегісі келмесе де, олар жауап беруге керек еді. Не интересно десе, жақсы. А одан кейін, когда қазір уже атым шыққан кезде: добрый день, хотели с вами поработать, не могли бы скинуть там пару вариантов? Да, это уже принципиально нет. Он готов с тобой поработать, номерін жүреді. Енді что за подход? Бірінге істеп көрейік, там давай что-то вместе сделаем, десе, ну готов с тобой поработать, деп, не знаю, это какое-то эго ма деп ойлаймын. Эго бар ма, сонда қызық. Онда бар, иә. Сіздің көңіліңізге тиді сол нәрсе? Иә, мен енді көңіліме тиіп қатты переживать етпеймін, мен чуть-чуть, наверное, злее становлюсь сондайдан, и принципиально кетіп қаламын, жауап бермей. Онда да болады. Одан кейін ойбай, инстаграмда неше түрлі болады. Көбі енді авторский жаңа құқық дегенді білмейді ғой. Неге сен атын жазылмайды бар жерде? Ал битмейкердің атын қазір әуендері жазылмайды ешқай жерде. Сол үшін де там комментария кірсем бір-бірімен қырқысып, анау неге қазақша сөйлемейді, неге орысша, орыс құл деп короче кетеді, сондайлар да бар. А мен қазақ жеріне абайдан туған ғой, қазақша білемін, қазақшам қарапайым қазақша, бірақ менде әдеби қазақшам біраз енді қатты емес. Орыс сыныптарына берем сабақ. Орысша оқыдым, орыс жерде жұмыс істедім, сондықтан орысша сөздер кетіп қалады менде кей кезде. Енді ол бәрінде солай деп ойлаймын. Біздің регион сондай ғой. Шығыста көбінесе орысша сөйлейді. Енді онда бір-бірімен қырқысып жатады. Сен кіріспей, сен оған ондай жетістікке жетіп ал деп. Соны қарап отырған кей кезде. Мен туған апайым бар. Ана жерде комментарияда біреумен қырқысып, ана неге жазады деп оған ответ қайтады. Мен айтамын, басында ұртасың, ондайлар көп. Всех ты не переубедишь деп. Да, ондай. Басында осындай бір теріс комментарийлер жазылған кезде кішкене жүрегіңіз ауырған кезде? Иә, басында мен қатты үйренбеген кезде. Ең бірінші жаңалық кетті ғой Дуа Липамен. Телефонда таным жоқ. Енді жұлдыздар айтады ғой, я не успеваю отвечать, я не вижу деп. Мен ойлап, қалай ол үлгермейді, ол қызық қой. Вот қалда жаза сал. А негізінде вот момент шығып отырады, үлгермейді екенсің. Таныс дос балалар жазады, құттықтап, ренжіп жазады, неге жауап? Мен айтамын, көрмей қалдым, ренжімеші деп. Сондайларды болды. Одан кейін тағы неме болды? Көп, в основном сол тіл жайлы бара жазады. Неге қазақша сөйлемейді? Мен қазақша сөйлеймін, неге сөйлемейді? Міне қазақ тілінде бізге сұхбат беріп отыр. Құрметті көрермен, қатты сөкпеңіздер енді Ерқанатты. Енді Ерқанат, өзің білесің, Иманбек танымал болып, Грэмми алған кезде біздің халық артисі Роза Рымбаеваның бір айтқан сөзі бар еді ғой. Просто повезло деген секілді. Иә. Саған да сондай. Ой, бәрі любой посттың астына кірсең, осы жолы Роза Рымбаева не дейді екен деп сөйтіп жазып отырады. Енді негізінде бір сөздің жаны бар сияқты, везение, ол енді бәріміздің везение — это один из важных факторов негізінде. Ол чтобы вот это совпало, чтобы мен сөйтіп моментте ол мен таңдау, моментте мен связьда болу деген сияқты, енді сондай детальдар бар шығар. Везение болған дұрыс, доля везения по-любому есть. Бірақ енді сонда да труд. Енді олар зарубежный артистер жаңағы, олар нені сыйлайды, то есть олар сенің көзқарасыңды сыйлайды. Сен мысалы, мен осылай, олар айтады, маған осылай жасап берсең, мен жасаймын, жіберемін. Ол айтады, жақсы, мынаны аласың, мынаны қосасың. Сосын я говорю, жоқ, ана прям сол жерде күшті болып тұр. Все, олар қабылдайды. Олар сенің көзқарасыңды, сенің видениеңді қарайды, өте қатты сыйлайды. Бізде бөлек, бізде артистер сен как будто ол кісіге уже готовый бір жаратын, бір қазір мега хит жазып беріп, дайын беруің керек сияқтысында. А ол тек биттанына байланысты емес, ол текстіне байланысты, ол не айтады, мотив дейді, то есть он өзі де ары қарай дорабатывать должен. Бит деген нәрсе ол тек основасы. Әуен қарапайым болу керек.
А бізде қазір припев болады, припевтан мынаны қос, ананы ұр, бам бам бам, мынаны эффект. Ол сенің голос, сенің дауысың алып кету керек ол жерде. Вот сондай түсінік жоқ та бізде. Сол мен нервыма теткен кезде. Енді ол енді көбі білмейді, бірақ біз сондай сферада жүрген соң қатты мән береміз сондай нәрсеге. Вот. Иә, яғни менің де жолым болды негізінде. Сенімен сұхбаттасу маған бұйырған екен. Сондықтан да жаңа өзің айтқандай доля везения есть дегендей. Иә, то, что мы восстание, да? Да. Түсінікті. Енді жалпы өнер жайлы, сенің шығармашылығың жайлы сөйлестік. Енді сенің ұстаздық қызметің жайлы әңгімелессек. Достар, негізінде біле білсеңіздер, Ерқанат арнайы мамандандырылған мектеп-интернатында биология пәнінен сабақ береді. 6 сыныптан бастап 11 сыныпқа дейінгі оқушыларға, орыс тілінде. Бізде аудан қазақи ғой. Бізде бір орыс отбасы тұрмайды. Вывескалардың бәрі қазақша, енді қазақи жер болсын. Бірақ бізде смешанный мектеп бар. То есть бір мектеп, жаңағы 3 қазақ сыныбы болса, бір орыс сыныбы болады. Мен өзім орыс сыныбында оқығам. Сол орыс сыныбына сабақ беремін. Осы 2020 жылы мен биология пәнін жаңа мұғалімдік бакалавриатты алдым да, бітіріп сол мектепке жұмысқа кірген болдым. Қазір міне 1,5 жыл болды сол жерде жұмыс істеп жүргеніме. Оған дейін мен дөңгелек саттым, диск саттым, машинаның дөңгелектерін. Университетте істедім. Ол кезде Семей қаласында жүрдім. Бір 10 жылдай сол жерде жүрдім. Одан кейін әке-шешем зейнеткер. Қашанғы мен жүремін ана жақта, квартирадан квартираға. Содан кейін енді әке-шешемде де үйде жұмыстар бар. Қартаяды ғой. Қартайған соң қайтуға тура келді. Қайтып мектепке кіріп, қазір сол әке-шешем қолымда бірге тұрамыз. Керемет. Иә, мектепте. Мектепте сабақ бересің? Мектепте сабақ, биологиядан, одан кейін профориентация. Несі бар? Үгіт насихат жүргізу. 0,5. Жақсы. Ендігі сұрағым, сенің өнеріңе, сенің шығармашылығыңа мектептегі әкімшіліктің көзқарасы, әріптестердің көзқарасы қалай? Әріптестерім көзқарасы жақсы. Енді кішкентай ғана ауыл, ол менің әріптестерім менің достарым көбі. Былай да араласамыз, бәрі қолдайды көбі. Қолдамайтындар да бар шығар, мен оны білмеймін. Оған мен басымды қатырмаймын. Ал мектептің әкімшілігі қолдайды. Басымды қолдайды, енді бәрі түсінеді. Өйткені ол мектепке де жаңағындай пиар десем де болады. Мектепке көп телеканалдар келіп түсірген. Енді мен түсіруге келеді, мен мектепті көрсетемін. Гүлдерімді көрсетемін. Мектептің ішін коллегаларымнан сұхбат алады. Олар сол бір жағынан сол жақсы. Енді медийная школа, вот это медийная часть выросла школы. Өйткені бәр жерде жаңағы біз мектептің атын айтылады. Одан кейін бізде білім басқармасы бар. Облыстың білім басқармасы. Мен мұғалім болған соң сол жерге бағынамын. Білім басқарма өте жақсы қолдайды бізде. Абай облысының білім басқармасы қай бір не болсын мен жаңалығым. Негізінде бұл енді білімге қатысы жоқ қой. Бірақ учитель сделал то-то деп очень оперативно бәрін салып отырады. Соған мен қатты қуанамын. Салтанат Амантайқызы, вам привет. Өте қатты көмектеседі, енді түсінеді. Шараларға шақырып сұрап алады. То есть мен енді о жағынан қиындық көрмеймін. Астана, Алматы болсын, хат жібереді, осындайға бару керек деп. Мектеп жібереді. Министрлік ше? Насчет министерства образования? Иә. Ол жақпен байланысқа шығып көрмедім әлі. Ол кісілер байланысқа шығып, өйткені мен байқадым, 1-2 сенің жаңалығыңды сайттарына салған екен. Иә, енді ол подхват, то есть бір жерде бірінші біздің облысымыз салады, жаңағы пабликтар салады, оның әрі қарай уже жаңалық болды. Кстати, статистика мен байқадым. Мысалы бір аккаунт, там новостной портал, атын айтпай қойын, сол жерде там новостьларында там 100 лайк, 200 лайк салса, и только раз там у меня 2000 лайков. То есть сайттарға кірем, сайттарда статьяны көргенімде 24 адам дейді. Ал мен немде там 3000 адам көріп тұр. То есть бұл бір не да? Информационный повод өте жақсы. Әрине. Өйткені Қазақстанда ол шетелдік жұлдыздармен жұмыс істеп жатыр. Ол үлкен мақтаныш, әрі ауылдан шыққан қарапайым бала деген секілді ғой. Сол үшін де көп адамға ол қызық. Әрі сенің өмірің жайлы, сенің хоббиің, сенің жұмысың жайлы, қайдан шыққан бала деген секілді ақпаратты білу әр адамға қызық. Сол үшін де қарайтын болар көп. Енді бізде Министерство культуры бар ғой.
как будет наказываться, мәдениет және ақпарат министрлігі. мәдениет және ақпарат, кешіріңіздер, мәдениет және ақпарат министрлігі шақырған болатын осы жолы біздің министріміз Балаева, иә, сол кісіден қолынан алғыс хат алған болатын, иә. Онда ол жақтан да шақырып жатыр, жаңағы креативный индустрия бізде қарқын дамып жатыр ғой қазір. Дұрыс. Соған сол жақпен де байланыстымыз, иә. Иә, тамаша. Ал енді әріптестердің көзқарасы жақсы екенін білдік. Басшылықтың да көзқарасы жақсы екенін білдік. Енді олар үшін әрине үлкен плюс, иә. Сен секілді мықты мамандардың, жан-жақты мамандардың жұмыс істеуі. Ал оқушылар тарапынан, ата-аналар тарапынан? Оқушылар енді продвинутый ғой балалар. Бәрі жерден көріп алады, тиктоктан, мұғалім сізді данынан көрдім, мындан көрдім. Сабақ басталасың, сол әңгімені айтады. Осы науқан болған кезде, жаңалықтар бәрі жүрген кезде сабаққа кіресің. Балалар сол әңгімені айтады. Кейін мен тыйым салдым. Сабақта тек сабақ. Сабақта отырамыз, ондай нәрсені айтпаңдар. Оның бәрін потом, егер уақыт болған кезде, оны тағы қызықты болса, балаға шынайы қызықты болып тұрса, жауап беремін. Бірақ енді көбінесе балалар не ғой? Мұғалім енді фотоға түсейікші, мұғалім бүйтейікші, мұғалім бірге тикток түсірейікші дегендер де болады. Балалар енді балалығын істейді балалар. Түсінікті. Ал ата-аналар тарапынан мысалы балалардың? Иә. Олардың енді отзывтарын естімеппін. Бірақ енді ауылдастар ғой оның бәрі. Ата-аналар да бәріміз бірге тұрамыз бір ауылда. Көшеде жүрген жерде құттықтап жүреді, енді ол да жақсы, өте. Әке шешеме телефондарына маза жоқ кей кезде. Жаңағыдай бір телевизорға шығып қаламын, бір жерден көріп қалады, туысқандар, Алматы, Астана, бәрі жерден звонок, баланың аны шығып жатыр, мында шығып жатыр. Өздері көрмей қалады телевизордан, туысқандар көріп отырып жібереді. Енді әкем айтады ғой, что-то осы жылы маған бақыт көп болып кетті деп, көп бақыт болып кетті деп, өте жаңағы қатты жақсы жаңалықтар отыр деп. Енді ол тәубе. Шүкір. Әрине ол өзіңнің еңбегің, өзіңнің алғырлығың деп айтсақ болады. Жыл аяқталды. 2024 жыл сен үшін сәтті жыл болды деп айтуға болады. Енді әкең де айтып жатыр екен, бақытқа толы жыл болды деп. Шынымен лайым солай болсын. 25 жылға, жалпы алдағы 3 жылға, 5 жылға қандай жоспарың бар? Жоспар. Кімдермен жұмыс істегің келеді? Мүмкін осы подкастта айтылған танымал тұлғаларды мүмкін келесі жылы саған хабарласып өздері ұсыныс білдіріп қалар. Кім білсін, бұл подкаст өз армандары орындалады. Мақсаттарға жетсе. Оны байқадық. Енді осы жылға, мен енді 5 жылға пятигодка план қоюға енді қиындау. Ертелеу, иә. Иә. Осы жылы жаңағы енді өзім байыр жерде айтып жүрмін ғой. Бельгиялық үлкен жұлдыз әнші бар, Стромай деген. Стромай мен енді бала кезден кумирім. Мен күніне бір 5 өлең тыңдамасам жүре алмаймын. Қатты тыңдаймын, өте подход нравится сол артистің. Сонымен жұмыс істесем ба екен. Каким-то образом байланысқа шығып. Одан кейін жаңағы қазақстандық жұлдыздармен проекттер бітіру, жаңағындай Бақтиярдың өлең шықса, Джак Калиптің, сондай. Бұл енді музыка жағынан солай. Енді қазақстандық кіммен жұмыс істегім келеді деген сұраққа мен Қазбек Құрайш қазір өте қатты ұнап жүр. Қазбек Құрайшпен 2-3 күн бұрын таныстық. Сол кісімен жұмыс істесек, поработаем вместе, пожалуйста. Кім бар тағы? Аха сейчас Чаманти дегендермен тоже. Енді былай жақсы араласамыз, енді бір жолы болып, сонымен істеп кетсем ба деймін. Ал қазір басқа кім бар? Даже не знаю, кім бар. Принц, наверное. Бастамен жұмыс істеймін. Российский, Баста, енді отец қой. Бұрын скриптонитпен қатты жұмыс істеймін келетін, қазір что-то перегорел, что ли. Қатты не білмеймін. Ойламадым уже. Енді қазір мен көбінесе жаңағы зарубеж қарап отырмын. Зарубежмен жұмыс істесем деп. Шетелдік танымал әншілермен, иә? Иә. Әрі қарай сол серіктестік қарым-қатынасты орнату, солар жұмыс істеу, иә, мақсат. Ал енді өзімнің негізгі жұмысым мектепте, әзірше мектепте боламын. Осы сферада қалам. Яғни сен түбегейлі өнерге емес, кетіп қалмайсың, яғни екі саланы да бірге алып жүресің, иә? Иә, мен енді біз адамбыз ғой, как-то мы больше можем негізінде. Стив Джобс бәрі енді үлгереді ғой каким-то. Неужели мен сол екінен үлгере алмаймын? Уақыт табылады, ол өтірік нәрсе сияқты. Я не успеваю там, не успеваю. Можно успеть при желании. И сол екінен бағытты алып отырамын. Өйткені мен 50-ге 60-ға келген кезде мен
музыкамен жүремін деп ойламаймын. Мгм. Мне нужно постоянный біріншіден бұл өте престижді жұмыс. Мұғалім болу мен өзіме ұнайды. Енді ары қарай мені шақырып жатыр, Семейге шақырып жатыр, мектептерге, Астанаға шақырып жатыр, осы жолы жаңа мектеп ашылды деп. Енді оның бәрін қарастырамын енді әрине, бірақ ең бірінші план қазіргі отбасын құру, үйлену деген сияқты. Үйленіп, жаңағы үй алып, сонымен ары қарай көреміз. Сол ғой, соны sayын отқаным. Иә. Бәріне уақыт табуға отырсын, жеке өмірге уақыт табыла ма деп. Табылады, найдем. Біраз аздау уақыт. Енді оны жаңағы болашақ спутница жизни дейді ғой. Оған да байланысты енді подстроимся. Или она подстроится. Яғни бәрі өз қолымызда дейсің ғой. Иә. Алдағы уақытта не боларын Құдай көрсе де әрине, бірақ жоспар жаман емес, жақсы. 25-ші жылға қойған жоспарың, жалпы өмірге қойған жоспарларың керемет. Лайым тек солай болсын дегім келеді. Жақсылықтар айтқаныңыз келсін. Өте қуаныштымын. Осылай жүзбе-жүз танысып, сырласып, сұхбаттасқаныма ризамын өзім. Сен өзіңді ризасың деген. Иә, әрине. Взаимно все. Біздің Абылайхан Өмірбай YouTube арнасында подкаст ішінде біздің құрметті қонақтарымыз сыйлық береді көрермендерге. Яғни сіз не үздік пікір жазған, не болмаса сізге бір жақсы тілек жазған, немесе сіздің бір шартыңызды орындаған оқырманға немесе көрерменге сіз бір сыйлығыңызды тарту етуіңіз керек. Ол кез келген сыйлық болуы мүмкін. Ол сізбен тікелей видеозвонокпен сөйлесу сыйлығы болуы мүмкін, немесе ол сіздің үйіңізге келуі мүмкін, немесе сіз оған бірдеңе беріп жіберуіңіз мүмкін. Яғни сіз бір сыйлықты айтуыңыз керек, және ол сіздің бір шартыңызды орындау керек. Қандай шарт болсын? Так. О-хо-хо-хо. Надо думать. Ойланбаңыз, асықпаңыз. Біз қия саламыз. Менің шартымды орындау керек, иә. Мысалы қараңыз, біз алдындағылар бүйтіп айтады, ең ерекше осы комментарий жазған адамды мен өзім таңдап аламын, сосын соған өзім сыйлығын беремін дейді. Мысалы ол кісі алдында келгендер клининг жасап берді, мысалы толықтай үйіне клининг жасап берді. Ол кәдімгідей ең ерекше жазған комментарий, сол бір қыз ұтып алды, жасап берді. Понял. Оның алдындағылар мысалы жеке кездесу, бірлі кітап сыйлады, сондай. Енді әркім әртүрлі, шамасына қарай, бұл жерде ол қинау, ақша бер деген нәрсе. Понятно. Ол мысалы жай сізбен телефонмен сөйлесу болуы мүмкін, ол сізбен ужин болуы мүмкін, мысалы. Өйткені сіз енді танымалсыз бәрібір. Былай істейік, енді маған ең қымбат адамдар ол менің әке-шешем. Кто в комментариях әке-шешем ең прям жүректеріне тиетін, прям қатты жылы сөздер жазса, сол кісімен енді ол мен енді что я могу, я бит могу сделать на заказ вот специально. Любой жанрын айтса, если ол әртіс болмаса да енді білмеймін, каким-то қолданатын бір сфера табылса, соны жасап берем без проблем. И тегін договорға отырып, тегін деп жаңағыдай беруге болады. Өзім қызық кеттім ғой. Иә, вот ол мысалы ол кісі бір жерде жұмыс істейді, ол жерге андай айтады ғой, рекламный вот этот заставка музыкальная, соны да жасап беремін. То есть кімге қандай не бағытты айтады, қандай неме қолдануға болады, сол нәрсені жазуға да без проблем. Достар, мүмкіндікті қалт жібере алмаңыздар, себебі танымал тұлғалармен, шетелдік әншілермен серіктестік қатынаста жұмыс істелген, танымал осы біздің ауылдан шыққан Ерқанаттың қолынан жақсы бір бит шығайын деп тұр бұйырса, мүмкіндікті жібере алмаңыздар дегім келеді. Ерқанат сұхбатқа, подкастқа келгеніңе алғыс айтамыз. Рахмет, өзіңізге. Сізге сәт дейміз. Құрметті достар, осымен біздің сұхбат тәмам. Алдағы уақытта жаңа жақсы сұхбатты күтіңіздер. Міндетті түрде біздің Ерқанатпен қойған шартымызды орындап, сол байқауға қатысып, бит ұтып алыңыздар, басқа не айтамыз. Рахмет. Абай өнеріне, Абай жеріне келіңіздер, Жидебайды көріңіздер. Күтіп аламын қымызбен. Тамаша. Рахмет.